Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы үлгілі оқушы, сабақтың мақсаты нұсқау жазуды, постерді безендіру, көркем жазуды үйрену. Оқушы қандай болу керек? Білімді, әдепті, ақылды, ұқыпты, тәртіпті, жауапты. Сөздерді мағынасымен сәйкестендіріп айт. Қорқақ сөзінің қарама-қарсы мағынасы: ешкімге жамандық ойламайтын адам. Қолында бар нәрсесімен бөлісетін адам. Тапсырманы үнемі орындайтын оқушы. Үнемі рұқсат сұрайтын бала. Тез ашуланбайтын адам. Мысалы, тез ашуланбайтын адам ол сабырлы. Дәл сол сияқты батыр, тәртіпті, адал, жомарт, жауапты сөздерін берілген сөздерге мағынасына қарай сәйкестендіріп айт. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіреді 2 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Постермен таныс. Бос орындарға тиісті сөздерді қой. Керекті сөздер: жауапты, әдепті, тәртіпті, сабырлы, жомарт, мейірімді. Досыма кеңес. Сен керекті сөздерді көп нүктенің орнына қоямыз. Оқушы бол. Сабақта телефон ұстама. Сен көп нүктенің орнына керекті сөзді қоямыз. Оқушы бол. Үй тапсырмасын үнемі орында. Сен керекті сөзді көп нүктенің орнына қойып, әр сөйлемдерді жазамыз. Ініңе дауыс көтерме. Сен керекті сөзді қоямыз, бала бол. Қолыңда бар нәрсемен бөліс. Сен керекті сөзді қоямыз, көп нүктенің орнына бала бол. Ата-анаң мен ұстазыңды, досың мен бауырыңды ренжітпе. Сен көп нүктенің орнына керекті сөзді қоямыз, бол. Ешкімнің жолын кеспе. Әр сөйлемде көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазамыз. Дескриптор кестесі сөйлемдерді жазады 1 балл, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қояды 2 балл. 3-ші тапсырма: сөйлемдегі сөздерді дұрыс ретпен қойып сөйлем құра. Бол, оқушы, сен, тәртіпті. 1-ші сөйлем. 2-ші сөйлем: көмектес, сыныптасыңа сен. 3-ші: сен досың, ұстазыңды ренжітпе мен. 4-ші: жолын ешкімнің кеспе. 5-ші: орында, тапсырмасын үй, ұқыпты. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Сөйлемдегі сөздерді ретпен қояды 1 балл, сөйлем құрайды 2 балл, болымсыз етістіктерді сызады 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.